Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Бүгін ары қарай тағы да тест талдауымызды жалғастырамыз. Бұған дейін 3 видеода біз 1404 нұсқаның тапсырмаларын қарастырамыз толығымен. Бүгін 1405 нұсқаның алғашқы 25 сұрағын және де бонус ретінде 2020 жылға пробный квалт тесттерде келіп жүрген ең қиын деген 3 есептің шешуін қарастырамыз. Сонымен, бүгінгі тапсырмаларға келсек, бірінші біртекті қоспалар қатары. Біртекті қоспа сіздер жақсы білесіздер, ол жай көзбен көріп ажыратуға келмейтін қоспалар, оған әдетте ерітінді жатады. Бұл жерде дұрыс жауабымыз тұз ерітіндісі мен йодтың спирттік ерітіндісі. Екінші сұрақта оттегінің құрамында мынадай бөлшек көміртек атомы бар дейді. Көміршыл газының көлемін анықта. Бұл жерде енді көміршыл газының құрамында әдетте бір көміртек атомы және екі оттек атомы болады. Енді көміртек атомының саны берілген бізге 6,2 көбейтілген 10-24 дәрежесі. Көріп отырғанымызда коэффициенттері бірдей, оттек көміршыл газмен, онда екеуінің молекула саны бірдей. Мұнда ары қарай бізге көлемді табу үшін атом санын авогадро санына бөлеміз және молярлық көлемге көбейтеміз. Сонда енді біз 6,2 көбейтілген 10-24 дәрежесін бөлеміз 6,2 көбейтілген 10-23 дәрежесі. Бұл авогадро саны бізде тұрақты сан. Көбейтеміз 22-де 4-ке. Мынадан қысқарады, 10 қалады, 10-ды 22-де 4-ке бөлсек 224. Келесі үшінші сұрақта салыстырмалы атомдық массалары берілген элементтер қатары. Периодтық кесте болса, оны табуға оңай, немесе мынау элементтерді біз өте жақсы білеміз. Марганец және хром есептер көп шығарамыз. Сонда дұрыс жауабымыз Е. Төртінші сұрақта заттардың оттекпен әрекеттесу реакциясы. Заттар әдетте оттекпен әрекеттескенде ол тотық реакциясы жүреді. Енді фтормен реакциясында ғана оттек тотықсандырғыш болады, қалған жердің бәрінде тотықтырғыш болады. Келесі бесінші сұрақта бұл жай қосылу реакциясы теңестіреміз. Йод екеу, онда 2 қоямыз, күміс 2 тең. Енді осы жерде коэффициенттердің қосындысы 4, 1, 1, 2. Алтыншы сұрақ, бұл да қарапайым сұрақ. Натрий гидроксидінің массасы берілген. Моль саны табу үшін, яғни массаны біз молярлық массаға бөлеміз. Натрий OH-ымыз ол бізде 40 грамм моль молярлық массасы. Онда 320-ны 40-қа бөлсек 8 моль. Келесі жетінші сұрақта электр кедергісі мысқа пара-пар болатындай алюминийдің массасы дейді. Одан неше есе? Көп па аз ба деген сұрақ болып тұр. Енді бұл жерде тапсырма қызық. Химияға қаншалықты қатысы бар екен білмеймін. Осы қанша жылдан бері химияның есептерін шығарып жүріп, дәл осындай есеп бірінші рет кездестіріп отырмын. Мен тіпті бұл есептің шешуін де білмеймін. Енді жалпы кедергі дегенде ол физикада кедергі деген тақырып бар. Енді ол жерде әр металдың өзінің меншікті кедергісі болады. Одан кейін жалпы кедергіні білу үшін бізге жаңағы металл сымның ұзындығын білу керекпіз және қима бетінің ауданын білу керекпіз. Сол арқылы олардың кедергісін анықталады. Жалпы бұл сұрақтың шешуін мен білген жоқпын. Тест центрдің жауабында ол да жауап деп тұр. Егер осы есептің шешуін сіздер біліп жатсаңыздар, осы видеоның астында комментарийға жазып қалдырсаңыздар болады. Сегізінші. Темір 3 оксидінің салыстырмалы молекулалық массасы. Темір 3 оксидіміз феррум 2O3. Бұны барлықтарыңыз білесіздер. Енді бұл жерде көңіл бөлетіні салыстырмалы молекулалық масса. Ол бізде мр. Яғни мрде ешқандай өлшем бірлік болмау керек. Мына жерден 160 шығады. Енді қарасақ 160 грамм моль 160 деген 3 жауап тұр. Дұрысы бізде 160 жағында 160. 9-шы сұрақта процентке қатысты марганец берілген және оттегі берілген қосылыстағы марганецтің валенттілігі. Валенттілік табу үшін біз эквиваленттер заңын қолданамыз. Енді әдетте бұл есеп шығарудың бірнеше әдісі бар. Енді сіздер жақсы білетін әдіс мынау заттың массасын, егер оксидтің массасын біз 100 грамм деп алсақ, онда марганецтің массасы 63-те 2 грамм, оттектің массасы 36-та 8 болады. Ары қарай біз зат мөлшерінің қатынасы арқылы анықтайтын едік. Ол бізде мысалы марганецтің зат мөлшері оттекке қатынасы 63-те 2 граммды бөлеміз 55 грамм мольға. Өлшем бірлігін жазбай қойын. 36-та 8 граммды бөлеміз 16 грамм мольға. Осыдан бізде жоқтап 2-де 15 және 1-де 15 және 2-де 3 шығады. Енді бұл екеуінде 1-де 15-ке бөлсек, онда бізде 1-дің 2-ге қатынасы шығады. Онда біздің оксидіміздің формуласы марганец O2. Демек, бұл жерде 4 валентті. Осылай есептеуге болады. Немесе эквиваленттер заңын қолдануға болады. Эквиваленттер заңы оттек әдетте эквивалентті болады. Сондықтан оның эквивалентті молярлық масса эквивалент, оттектікі ол 8 болады. Өйткені 16-ны 2-ге бөлеміз 8. Онда осы бойынша бізге есептеуге болады. Егер оттегіміз 36-да 8% болса, онда марганец 63-те 2%-іне неше грамм сәйкес келеді. Осыдан бізде X-іміз 13-те 74 болады. 13-те 74 грамм моль эквиваленті.
мына жерде грамм емес, грамм-моль эквивалент массасы. Жалпы мынадай формула бар. Малярлық масса эквивалент ол тең жай малярлық массасын бөлеміз эквиваленттік факторға. Яғни фактор эквивалент. Фактор эквивалент ол валенттік көбінесе. Онда фактор эквивалентті біз табу үшін жаңағы мр'n 55-ті бөлеміз біз эквивалент малярлық массасына 13-74-ке. Осыдан жоқтап 4. Яғни біздің 4 деген жауабымыз былай да шығады. Сонда мынау формуланы білу керексіз. Бұл көбінесе олимпиадада қолданылады. Эквивалент малярлық масса. 10 сұрақта асбесттің формуласы. Мына бірінші формула кальций карбонат жақсы білесіздер. Гипстің формуласы, мынау бізде H2, асбесіміз Д жауапта. 11-ші сұрақта нитрит ионы берілген. Осының бөлшегінде барлық электрондар қосындысы. Енді біз әдетте білеміз, азот 7-ші элемент, оттек 8-ші элемент, яғни бұлардың электрон сандары сәйкесінше 7 және 8. Онда мына жерде N бәрін бірге жазсақ, N2O минуста азотта 7 электрон бар, оттекте 8, ол 2 оттек, онда 2-8 16 электрон бар. Осылай 23 болу керек еді, бірақ мына минус деген заряд тұр. Минус ол тағы да қосып алған электрон дейінсіз. Сонда ол жай ғана минус, онда тағы бір электрон қосып алған. Сонда жалпы электронымыз 24 электрон. Дұрыс жауабымыз А. Осындай тапсырмаларда біз бірінші жай ғана элементтердің электрон сандарын тауып қосып алып, одан кейін барып заряды. Егер минус болса сонша электронды қосып береміз, а плюс болса азайтамыз. Сонымен бізде дұрыс жауабымыз 24 А. Келесі сұрақта период бойынша элементтердің реттік нөмірі өскен сайын дейді. Реттік нөмірі өскен сайын сол солдан оңға қарай деген сөз. Енді солдан оңға қарай бізде металдық қасиетіміз кеміп, бейметалдық қасиетіміз артады. Ол жауап бізде Д жауапта тұр міне. 13-те энергиясы әртүрлі электрондар атомда энергиясының бойынша орналасқан энергетикалық деңгейлерді құрайды дейді. Мысалы, натрийді алсақ, 2, 8, 1, мына энергетикалық деңгей деп отырған сыналар, бірінші, екінші, үшінші. Ал енді энергиясы бойынша энергия бірінші ең кіші болады. Одан кейін екінші энергетикалық деңгей, одан кейін үшінші энергетикалық деңгей. Осылай энергиясының артуы бойынша орналасады. Мына жерде соны сұрап отыр. Энергиясы әртүрлі электрондар атомда энергиясының артуы бойынша орналасқан. Бұл өсуі деп тұр. Артуы өсуі синоним. 14-ші сұрақта мырыштың электрондық формуласы. Мырыш бізде 30-ші элемент, және мына электрондардың қосындысы 30-ды беру керек. Біз оны солай оңай анықтауға болады. Дұрыс жауабымыз Е. Мысалы, мына жерде 10, ол неон берілген. 15-ші тапсырмада атом ядросының құрамында 34 протон және нейтрон бар дейді. Бұл жерде нейтрон маңызды емес, қанша болған? Бізге протон керек. Өйткені протон ядро зарядына тең. Онда бізге 34-ші элементті табу керек денсіз. Ол бізде селен. Кальций хлориді, ақ фосфор, натрий. Бұл жерде кальций хлор 2, ақ фосфорымыз По4, натрий. Бойынша химиялық байланыстың түрі. Мына жерде металл бейметалл иондық байланыс береді. Мына ковалентті полюссіз металдық байланыс. Сонда иондық деген екеу бар. Келесі ковалент полюссіз. Енді мына атомдық деген байланыс болмайды. Кристаллық тордың түрі бар, бірақ байланыс емес. Дұрыс жауабымыз Е. Сутектік байланысқа тән қосылыстар. Сутектік байланыс дегенде көбінесе тесттерде кездеседі. Ол су, H фтор, сосын жаңа карбон қышқылдар, амин қышқылдар және спирттер. Бұл заттарда сутектік байланыс болады. Құрамында 5 сигма және 1 пи байланысы бар зат. Яғни 1 пи байланысы бар, ол алкен болуы мүмкін, тағы басқа. Енді қазір қарайық, метиламин ол CH3 NH2. Бұл жерде ешқандай пи байланысы болмайды. Ацетон сіздер жақсы білесіздер, CH3 CO CH3. Енді бұл жерде 1 пи байланысы бар, бірақ сигма байланысы мүсімізде. Әр сутектің өзі 1 сигмадан, сонда 6, 7, 8, 9 сигма байланысы. Бұл да келмейді. Хлор-винил, ол бізде CH2, CH хлор. Бұл жерде міне 2 сутек, 3, хлормен 4, мына жерде 5 сигма 1 пи. Дұрысы хлор-винил. Бензол емес, ацетилен емес. Ковалентті байланыс ол, яғни ковалентті байланыстың анықтамасын сұрап отқан сияқты. Қайнау есебінен жүзеге асады дейді, балқу температурасы есебінен, байланыс болт есебінен жүзеге асады. Кішкене келеді, қазір көрейік. Орталық электрондық жұп есебінен жүзеге асады. Орталық емес, енді ортақ болуы мүмкін. Дұрыс жауап осы да. 20-да металдық байланысы бар заттарға тән қасиет. Мұнда жауаптарға келсек, кристалл тор түйіндерінде зарядталған бөлшектері бар. Яғни бөлшектері деп отыр. Зарядталған бөлшектері бұл әдетте иондық байланысқа келеді. Электр терістік шамалары бірдей химиялық элементтерден түзуші ұшқыш немесе сұйық заттар. Бұл бізде молекулалық кристалдық тор туралы айтып отыр. Яғни бұл ковалент полюссіз байланыстар. Металдық жылтыры бар электр тоғын жақсы өткізетін заттар. Бұл бізде дұрыс. Молекулалық кристалл тор бар дейді, судан ергіш кристалл заттар дейді. Мынау суда ергіш, ол иондық
21 сұрақ тотықсыздану үрдісі. Енді тотықсыздану дегеніміз ол тотығу дәрежесінің кемуі, яғни электронды қосып алу процесі. Плюс n электрон. Бұл кезде тотығу дәрежеміз кемейді, тотықсыздану процесі кезіндегі затымыз тотықтырғыш болады. Өздеріңіз байқағандарыңыздай, тотығу тосынориясасы осы квалитесте өте жиі кездесетін сұрақтардың бірі. Яғни сіздер тотығу, тотықсыздану, тотықтырғыш, тотықсыздандырғыш, сосын электронды беру, қосып алу процестерін өте жақсы білу керексіздер. Енді мынау жерде сіз тіпті тотықсыздануды шатастырып алып жатсаңыз да, мынадай лайфхак бар. Ол жай тотығу дәрежесіне қарасаңыздар болады. Мынау жерде 0-ден плюс 2 артып жатыр, минус 3-тен плюс 3-ке бұл да артып жатыр. Яғни біз артып жатыр дегеніміз ол тотығу дәрежесі. 3-тен 5-ке тотығу дәрежесі артып жатыр тағы да. 2-ден 4-ке тағы да артты. Мына жерде 4-тен плюс 2-ке тотығу дәрежеміз кеміді. Сонда тотықсыздану деп отырғанымыз ол тотығу дәрежесі кемейтін процесс екен. Әдетте осындай берілген сұрақты ол біреуінде ғана кемейді, немесе біреуінде ғана артады, қалғанда керісінше болады. Осылай да анықтап алуға болады екен. Келесі 22-ші тапсырмада рияса теңдеу берілген, енді коэффициенттердің қосындысы. Бұл бізде тотығу тосындану риясасы, онда біз оны бірінші теңестіру керекпіз. Электрондық баланс әдісін қолданайық. Бұл жерде тотығу дәрежесі өзгеретін хром плюс 3-тен плюс 6-ға. Енді қарап отырсақ, мына жерде хромнан 2 атом бар. Онда жай ғана 3-тен 6-ға дейін ол 3 электрон. 3 электрон ол егер тотығу дәрежесі артса, онда электронды беріп жатыр деген сөз. Онда 3 электрон берді деп қараймыз, бірақ 2 атом болғандықтан ол 3 емес 6 электрон береді. Біреу 3 электроннан береді, сонда екеуі 6 электрон береді. Процесіміз бұл жерде тотығу. Ал енді келесі марганец бізде плюс 7-ден, марганец бізде плюс 4-ке дейін. Онда бұл жерде кеміп жатыр, бір ғана атом, онда 3 электрон қосып алды. Бұл тотықсыздану процесі. Жағына көргенімізде тотықсыздану ол кемуді қараймыз. Енді электрондық баланс әдісінде бізде берген және қосып алған электрон саны бірдей болу керек. Онда мынаны көбейтеміз 2-ге, 6 болу үшін ортақ еселік 6. Онда осы көбейткен 2-ні коэффициенттеріне қоямыз. Онда марганецтің алдында 2, мынау марганецтің алдында 2. Енді ары қарай жай санау арқылы теңестіреміз. Бізде калий тең. Енді күкіртіміз мына жерде 3. Онда күкірт қышқылының алдына 3 қоямыз. Бізде қалған сутек пен оттек. Онда сутекті санасақ, мына жерде сутегіміз 8, мына жерде 6, онда жалпы 14 сутек. Мына судың алдына 7 қоямыз. Енді оттек бізде мына сульфаттар өздері теңесіп тұр. Мына марганецте 8, ол мына жерде 8 теңесіп тұр. Мына жерде 7 оттек, мына 7 оттек. Бәрі тең. Енді бізде коэффициенттердің қосындысы. Онда 1 плюс 2 плюс 7, 1 плюс 2 плюс 3. Сонда мына жерден 10, 16 деген жауап шығып тұр. 16 бізде да жауап. Жақсы, келесі сұрақ. Рияса теңдеуіндегі барлық коэффициенттер. Тағы да тотығу тосындану риясасы. Электрондық баланс әдісін жаңа ғана біз көрсеткенімізде толық, тотығу, тотықсыздану деп жазбасақ та былай жасай салуға болады, жылдам жасауға болады. Мысалы, келесі риясаны көрейік. Хром бізде плюс 6, мына жерде риясадан кейін плюс 3. Енді жаңағыдай хром екеуі тұр, міне. Онда 6-дан 3-ке дейін ол кемігенде жалпы 6 электрон қосып болады. Өйткені 6-дан 3-ке 3, 2 атом ол 6 электрон. Ал енді келесі бізде йотымыз тотығады. Ол минус 1 еді, 0 болды. Енді атом санын бірден теңестіру керек. Мына жерде 2 йод тұр. Онда мынаның алдына 2 қоямыз. Сонда минус 1-ден жағы 0-ге дейін 1 электронды беру керек, бірақ бізде 2 йод бар, сондықтан минус 2 электрон. Енді электрондық баланс жасаймыз. Мынау бізде тең болу үшін көбейтеміз 3-ке. Онда көбейтетін 3-іміз оның коэффициентіне бару керек. Йодтың алдында 3. Мынаның алдында 2 тұр, 13-ке көбейтсек 6 болады. Ал хромның алдына ешқандай коэффициент қойылмайды. Енді ары қарай басқа элементтерді санайық. Онда бір калийді теңестіріп алайық. Калийіміз 2, мына жерде 6, жалпы 8 калий. Мына жерге 4 қою керекпіз. Одан кейін бізде калийіміз теңесті, хром өзі тең. Сутекке келейік. Сутегіміз бізде мына жерде ешқандай күкірт бар екен ғой айтпақшы. Күкіртті теңестіріп алайық сутектен бұрын. Мына жерде бізде 3 күкірт бар, мына жерде 4, жалпы 7. Күкірт қышқылының алдында 7. Енді біз сутекті қарайық. Сутегіміз 14, мына жақтың бәрінде жоқ, тек қана мына жерде, онда мынаның алдына 7. Енді ең соңында бәрі теңескеннен кейін оттекке қараймыз. Оттегіміз мына жерде 7. Мына енді 7, мына жердегі 28, ол сульфаттармен кетті, сонда мынау 7-міз мына жерде тұр. Бәрі тең деген сөз. Енді біз коэффициенттердің қосындысы. Онда 1 плюс 6 плюс 7, 1 плюс 3, 4 плюс 7. Мынау да 7, мынау да 7, мынау 7, 4, 7, 28. 29. Дұрыс болу керек. 29. Келесі сұрағымызға келейік. Жоғары оксидтердің түзетін қышқылдарының қасиеттерінің өзгеруі. Енді бұл жаңа топ бойынша беріп тұр.
Топ бойынша біз металдық қасиет артады дейтіміз. Онда ең күшті бейметалымыз, ең күшті қышқылдық оксидіміз үстінде болу керек. N2O5. Онда бізде қышқылдардың қасиеті, жоғары оксидтердің қышқылдарының қасиетін өзгеру. Мынау қатар бойынша онда бізде кемиді болу керек. Өйткені мынау азоттан бисмутқа қарай беріп тұр. 25-те өзгерістер тізбегіндегі диспропорциялану реакциялары дейді. Енді бұл жерде сіздерге диспропорциялану деген термин түсіну керексіздер. Енді бұл диспропорциялану дегеніміз ұқсас бір элементтің, мысалы реагенттен өнім шыққанда. Мынау реагенттегі бір элемент, ұқсас бір элемент. Әрі тотықтырғыш, әрі тотықсыздандырғыш болса, онда ол диспропорциялану реакциясы деп айтамыз. Мысалы қарайық. Бірінші реакция хлор 2-ден біз калий хлоратын алу үшін, енді бұл жаңағы сілтінің ыстық ерітіндісін қосуға болады. Хлор 2 плюс мысалы натрий OH, мына жерде температура ыстық ерітіндісі. Сонда бізде натрий хлор, бізде айтпақшы калий екен ғой. Онда мына жерде калий OH, калий хлор плюс калий хлор O3 плюс H2. Теңестіруін жазбай қойын. Хлорға келейік. Хлорымыз міне 0 еді. Реакциядан кейін ол -1 болды және +5 болды. Яғни оның тотығу дәрежесі әрі кеміп жатыр міне -1-ге, әрі артып жатыр. Сонда ол әрі тотықтырғыш, әрі тотықсыздандырғыш. Онда бірінші реакциямыз ол диспропорциялану болады. Екіншісі бізге калий хлоратынан хлор 2-ні алу. Бұл жерде калий хлоратына біз хлор O3-ке H хлорды қосамыз. Онда калий хлориді және хлор 2 және су шығу керек. Енді қарап отырсақ, мына жерде хлорат +5, +5-тен ол -1-ге кеміді. Енді келесі бізде хлор -1-ден 0-ге артты. -1-ден 0-ге артты. Қарап отырғанымыздай, бұл жерде әртүрлі затта болғанмен екеуі де хлор. Хлор +5-тен -1-ге кеміді, хлор -1-ден 0-ге артты. Яғни ұқсас бір элемент, әрі тотықтырғыш, әрі тотықсыздандырғыш. Онда бұл екіншімізде диспропорциялану болады. Үшінші реакция, бұл жаңағы сілтінің салқын ерітіндісімен, яғни бөлме температурасында әрекеттескендегі реакция теңдеу. Хлор 2 плюс мысалы калий OH тағы да. Бұл жерде енді мынадан айырмашылығы жаңа бізде температура ыстық ерітіндімен әрекеттесті. Мына жай салқын ерітіндімен әрекеттессе, онда калий хлор плюс калий хлор О плюс H2O. Бұл 10-шы класстың химиясында бар сіздерде мынау реакциялар. Сонда міне 0-ден -1-ге дейін кеміп жатыр және 0-ден +1-ге дейін артып жатыр. Хлорымыз әрі тотықтырғыш, әрі тотықсыздандырғыш. Сонда мынау үшеуі де бізде диспропорциялану реакциясына жатады. Онда 1, 2, 3 жауапта дұрыс. Сонымен бүгінгі талдауымызды қорытындыласақ, өздеріңіз байқағандай көп соңғы сұрақтарына келгенде көбінесе ол тотығу тотықсыздану реакциялары беріліп жатыр. Сонда сіздер квалт-тестқа дейін тотығу тотықсыздану реакцияларын электрондық баланс әдісін өте жақсы білу керексіздер. Жақсы, енді біз соңында бір қанша бонус есептер қарастырайық. Яғни осы 2020 жылғы пробный квалт-тесттерде келіп жатқан есептер. Мысалы, біріншісіне қарасақ, бастапқы қоюлығы бірдей күкірт қышқылының натрий, мына жерде күкірт қышқылы H2SO4, натрий гидроксидінің ерітіндісімен әрекеттескенде, күкірт қышқылының 10% жұмсалған. Реакция жылдамдығының бастапқы жылдамдықпен салыстырғанда неше есе кемиді. Олардың қоюлығы деп отырған концентрациясы бірдей дейді. Яғни мынаның концентрациясы мен бастапқы натрий OH-тың концентрациясы бірдей. Және оның 10% жұмсалғаннан кейінгі. Онда біз бірінші жылдамдықтың теңдеуін, бірінші реакция теңдеуін жазайық. Ол бізде H2SO4 плюс 2 натрий OH, натрий 2SO4, 2 су. Теңдеуіміз осы. Енді біз жылдамдықтың өрнегін жазсақ, онда жылдамдығымыз әрекеттесуші массалар заңы бойынша К күкірт қышқылының концентрациясы натрий OH-тың концентрациясының квадраты. Яғни коэффициенттер болса, ол дәрежесіне жазылатын еді. К ол жылдамдық константасы, яғни тұрақты шама. Онда бізде мыналардың бастапқы концентрацияларын білмейміз, оны тең 1-ге деп алайық. Онда біздің бастапқы жылдамдығымыз, бастапқы V0 деп жазайық. Ол К көбейтілген. Күкірт қышқылы ол 1-ге тең, натрий гидроксид 1-ге тең, 1-дің квадраты ол тағы да 1 болады. Сонда жалпы бастапқы жылдамдығымыз ол К-ға тең екен. V0 тең К-ға. Жылдамдық константасына. Енді соңғы жылдамдықты табу үшін бізге күкірт қышқылының жұмсалған мөлшері 10% жұмсалды деп отыр. Онда күкірт қышқылының жұмсалған мөлшері С жұмсалған күкірт қышқылы ол жаңа 1 молярлының 10%-іміз 0,1. Онда 1-де 0,1-ге көбейтсек 0,1 молярлы. Онда егер мынада 0,1 жұмсалса, онда натрий OH-тан 2 есе көп болу керек, 0,2 жұмсалу керек. Енді бастапқысы бізде
1 еді. Олар тең 1. Онда мына 1-дің 0,1 жұмсалды. Мына астына мына жерге жазайын. 1-дің 0,1 жұмсалды. Онда қалғаны бізде С қалған H2SO4-іміз. 1-ден 0,1-ді азайтамыз, ол 0,9 молярды. Ал енді С натрий OH-ымыз, натрий OH қалғаны 1-ден азайтамыз 0,2-ні 0,8 молярды. Онда жылдамдықты мынау формулаға қойып табамыз. Мынау жерге қойсақ. VT дейік. VT, яғни соңғы жылдамдығымыз. Ол К бізде өзгермейді тұрақты. Күрт қышқылының концентрациясы бізде 0,9 қалды. Соңында натрий OH-тан бізде 0,8, оның квадраты, 0,8-дің квадраты. 0,8 көбейтілген 0,8 деген сөз. Онда осыдан бізде 0,576 К қалады. Бұл бізде соңғы жылдамдығымыз. VT. Енді бізде есепте сұрағаны реакция жылдамдығының бастапқы жылдамдықпен, соңғы реакция жылдамдығының бастапқы жылдамдықпен неше есе кемейді деген. Бастапқымыз міне тұр, соңғымыз мынау. Онда біз бастапқының соңғыға қатынасын табайық. V0-дің VT-ға. Ол бізде К-ның 0,576 К-ға. К қысқарады. Яғни біз мына жерде 1-ді бөлеміз 0,576-ға, ол бізде 1,74 шығады екен. Сонда 1,74 есе кемейді. Жауап Б екен. Бұндай есептер әдетте біз жиі шығара бермейміз, бірақ осындай есеп бар екен. Келесі екінші есепте массасы 14,24 грамм эквивалентті металдың нитраты ыдырағанда мынадай оттек және диоксидінің деп тұр. Енді бұл азот болу керек. Мына жерде азот қоспасы түзілді. Қандай металл дейді? Онда бірінші біз теңдеуді жазайық. Металл нитраты қыздырғанда, енді металл эквиваленті болғандықтан металл оксид түзіледі. NO2 газ және O2 газ. Теңестірсек бізде NO2-ның алдына 2 қояйық. Оттегіміз мына жерде 6, 1, 4, мұнда 0,5. Енді бұл жерде тотал реакциясы коэффициент сұрамаған соң, оны бөлшектен қоя берсек болады. Сонымен бізде не бар? Мынау жерде газдың жалпы көлемі бар. Газдың көлемі, мына екеуі де бізде газ. Мынау 2,24 литр, ол мольға айналдырсақ 0,1 моль болады. 22,4-ке бөлсек. Онда мынаның жалпы зат мөлшері бізде 0,1-ге тең. Ал енді жалпы олардың мына теңдеудегі зат мөлшерінің қосындысы 2, 0,5, онда 2,5. 2,5 қайдан шыққан түсініп тұрған шығарсыздар. Коэффициенті бізде мынаның алдында 2, мынаның алдында 0,5. Соны қостық. Өйткені мынау жалпы зат мөлшері екен. Оттек пен диоксидтің зат мөлшері көлемі 2,24. Онда оның жалпы зат мөлшері 0,1 деген сөз. Ал енді мынаның массасы бізде 13,24 деп берілген. Мрін біз X деп жазайық. Онда X-ті табу үшін 13,24-ті көбейтеміз 2,5-ке, бөлеміз 0,1-ге. Мына жерде 2,5. Сонда бізде жауап шығу керек 331 грамм моль. Енді 331 болса орнына қоя саламыз. Бізде металымыз X, нитратымыз бізде 62, 62-ні 2 бөлсек 124. Бұл жалпы мріміз тең 331-ге. Сонда X-іміз бізде 207. Бұл плюс бұл қорғасын. Онда дұрыс жауабымыз қорғасын екен. Соңғы есебіміз. Температура 150 болған кезде реакция 16 минутта аяқталады дейді. Егер температуралық коэффициент 2-ке тең болып, температураны 200 градусқа артырса, реакцияның аяқталу уақыты. Бұл жерде уақыт бойынша сұрап тұр бізде. Онда мынадай ванкоп теңдеу бар еді бізде. VT2 бөлінген VT1, яғни жылдамдықтардың қатынасы, ол жылдамдық коэффициент гамма, дельта Т бөлінген 10 деген. Дельта Т деп отырғанымыз Т2 алынған Т1. Т дегеніміз температуралардың айырмасы. Енді мына жылдамдықтың өзгерісі, әдетте VT2-ның VT1-ге қатынасы, жылдамдықтың қатынасы ол уақыттың қатынасына қарама қарсы. Онда бізде Т1-дің Т2-ге қатынасы. Өйткені мына жерде жылдамдық 2-ның жылдамдық 1-ге қатынасы, уақыт 1-дің уақыт 2-ге қатынасы. Өйткені жылдамдығымыз артқан сайын, уақытымыз азаяды. Соны түсіну керек, біз сонда кері пропорционалды. Онда біз бірден мынау бастапқы берілген VT2-ның орнына мынаны қоюға болады. Бірінші жай формуланы жазайын. Т1 бөлінген Т2. Гаммамыз бізде 2 деп берілген. Гамма дельта Т бөлінген 10. Енді сандарды орнына қояйық. Т1 бізде 16 минут деп берілген. Т2-ні бізге тап деп отырғаны. Гамма бізде 2-ке тең.
Енді дельта Т деп отырғанбыз. Бізде соңғы температурамыз 200, бастапқысы 150, онда 200-ден 150 азайтсақ 50. 50-ді 10-ға бөлсек бізде 5. Онда 2-ның 5 дәрежесі. 2-ның 5 дәрежесі сіздер жақсы білесіздер, 32 болу керек. Онда Т2-ні табу үшін 16-ны бөлеміз 32-ке. Бұл бізде 2-ден 1. 2-ден 1 минут. 2-ден 1 минут басқаша 0,5 минут немесе 30 секунд. Өйткені 1 минуттың жартысы деген сөз. Сонда жауабымыз 0,5 минут немесе 30 секунд болуы мүмкін. Жақсы, құрметті әріптестер, осымен біздің бүгінгі тест талдауымыз аяқталды. Келесі видео сабақтарда кездескенше аман сау болыңыздар. Алдағы квал тесттеріңізге сәттілік тілеймін. Барлықтарыңыз аман есен өтіп кетіңіздер.